Сәлем, сіздермен жолы болғыш, және бұл ой ағылымы деген бағыттың екінші бөлімі. Жаңа бағыт, сондықтан жалғастырайық. Бізде бүгін «Шоколадная лавка в Париже» Дженни Колган деген кітаптан үзінді. Сол үзіндіге қатысты менің ойларым. Кеттік. Үзіндіні оқып кететін болсам. Нет баланса, получается гадость. А если есть, можно смешать что угодно с чем угодно. Деген керемет үзінді. Мен үшін бұл үзіндіде үлкен астарлы бір ой жатыр, және сол ойларым туралы айтып кететін болсам. Біріншісі баланс дегенді білесіз, яғни тепе-теңдік. Мен ойымша тепе-теңдікті орнату қиын, ал ол орнаған кезде сол тепе-теңдікті ұстап тұру да қиын, бірақ ол орнаған кезде сол тепе-теңдік сіздің өміріңізде болып жатырған басқа іс-әрекеттер, басқа бір жағдайлар хаос болып жатырса өміріңізде, бір нәрседе тепе-теңдік, яғни баланс болса, онда ол сізге бір пана болады. Ол дегеніміз, мысалы өмірде бір суета дейді ғой, яғни үлкен қалада тұрсаңыз да, білмеймін, қандай қалада тұратыныңыз маңызды емес мүлдем. Жай ғана мысалы таңғы 5-6-да неге адамдар тұрады деген кітап ой менде туындаған кезде, қаншама бір саморазвитие тақырыбында кітаптарды оқисың, сол кезде адамдар таңғы 4-5-терде тұрады. Ең басты ол таңмен тұрғанда көп адамның, 90% адамның дейді, таңы осындай бір суета, яғни шудан басталады, хаостан басталады. Өйткені олар кеш тұрғандықтан олардың алдында тұрып қойған адамдар шулайды, немесе олар кеш тұрғандықтан кешігіп өздері де шулайды. Оның барлығы бір хаос. Ал ерте тұрған адам, ол өзінің таңын, яғни өзінің күнін тыныштықта, жайлылықта бастайды. Ол дегеніміз бір тепе-теңдік, баланс орнайды. Яғни егер күніңіз жайлы, нақты басталса, онда ол сіздің жалпы сол күніңіз қалай өтетініне бір темп дейді ғой, сол темпті сіз таңмен таңдайсыз дейді. Бұл ой бізде «Магия утра» кітабынан деп ойлаймын. Есімде дұрыс қалса, сол кітапта бірінші рет оққан сияқтымын, осы тыныштықпен таңды бастау керек екені. Содан кейін шынымен де соған көңіл бөліп бастайсың. Өйткені айналаңда қарасаңыздар, көп адамдар бұл кітапта және жалпы келтіріледі ойлар. «Магия утра» кітабында, «Шоколадная лавкада» емес. Жалпы таңын тыныштықта бастайтын адамдардың күні және таңның бір хаостан бастайтын адамдардың күнінің екеуінің бір айырмашылығы жайлы. Және бұл нақты үзіндіге байланысты, ол деген мұнда айтады, нет баланса, получается гадость дегенде, яғни баланс жоқ болған кезде, бізде хаос болған кезде, ол әрине ешқандай бір жақсы қорытындыға алып келмейді. Өйткені бекерден бекер емес, бір успешный адамдар өздерінің таңын бір тыныштықтан, жайлылықтан, бір спокойствие дейді ғой, сондай сезімнен бастайды. Өйткені бір хаос, жүгіріп, үлгермей, бір жаққа кешігіп, стресс, оның барлығы күннің бір жақсы бастамасы емес. Бірақ тіпті сондай бастама болып жатырған кезде де бір ішінде өзінің тыныштықты орнату керек. Соның арқасында сыртқы хаосқа беріліп кетпеу керек. Өзінің бір ұстанымдарыңды ұстау арқылы тыныштықты орнату керек ішкі жан дүниеңде. Және айтады, а если есть, можно смешать что угодно с чем угодно дейді. Яғни егер баланс болса, жаңа мен айтқанымдай, бұл кітаптағы ой, өйткені мен саморазвитие кітаптарындағы ойлармен бір арасында байланыс бар секілді. Өйткені саморазвитие туралы кітаптарды оқыған кезде, ол жерде мысалы адамда бір рутина, бір нақты әдет ғұрыптар пайда болады. Сол әдеттердің арқасында адамдар өздерінің, мысалы, мен оңай таңмен тұрып су ішу, күнде таңмен тұрып су ішу, ол бір сен миына сигнал, ол сигнал болған кезде сен тынышталасың, сен бір хаос болып жатқан кезде бір баланс орнатылады, яғни тепе-теңдік болады. Сыртта хаос болып жатса да, сен ішінде тепе-теңдік болу керек. Өйткені сыртта әрқашан хаос болады, сен сыртқа әсер ете алмайсың. Сыртқы факторлерге сен ешқалай әсер ете алмайсың, ал сен өзің қалай сол сыртқы факторлердің арасында өзіңді қалай ұстайсың, тек қана соған әсер ете аласың. Ал бұл ой бізде 7 навыков высокоэффективных
людей деген кітаптан, яғни ол кітапта кәдімгідей күшті сызба ретінде көрсетіледі бізде адам ретінде сен қандай нәрселерге әсер ете аласың және қандай нәрселерге сен әсер ете алмайсың, яғни сенің қолыңнан келетін нәрсе, сенің қолыңнан келмейтін нәрсе деген сияқты. Және қолыңнан келмейтін нәрсеге бұл кітапта айтады, өзінің уақытыңды, энергияңды, жалпы ештеңені жойып керек емес. Тек қана сен қолыңнан не келеді, не әсер етеді, қандай нәрсені сен шынымен өзің істей аласың, соны істеу керексің. Сол кезде ғана сен энергияң бостан босқа жан жаққа шашылып кетпейді дейді. Қайтадан үзіндіге оралатын болсақ, маған бұл негізі рубриканың ұнайтыны, неге ұнайды және неге бастадым, өйткені мен осылай бір кітапты оқып жатам, сол кітаптағы бір үзіндіні көремін, бірақ сол үзіндінің арқасында мен өзімнің осыған дейін оқыған кітаптарым туралы олардан алған идеяларым бір пазл сияқты миымда тұрса, жаңа бір кітапты оқып, содан бір жаңа үзінді алғанда сол ортақ пазлға қосылады. Және сол кезде ана ойларға қосылып жаңа ой қосылғандықтан ол ойлар бір деформацияға ұшырайды да, немесе бір мутация десек те болады, жаңа одан да басқа бір ойлар қалыптасады. Яғни әртүрлі ойлар қалыптасып, бір-бірімен қосылып, мутацияға ұшырап, бір араласып, жаңа ойлар көбейе береді миымда. Сондықтан олармен кәдімгідей бөліскім келеді. Сондықтан бізде осындай бір жаңа бағыт пайда болды. Еске салып кететін болса, орыс тіліне аударғанда ой ағылымы бізде наплыв мыслей деп аударылады. Қазіргі таңда танымал өмірлік концепция деп жазғам. Ол дегеніміз, жаңағыдай айтқанымдай, саморазвитие кітаптарында негізі бұл өте танымал концепциялардың бірі. Өйткені көп бір жетістікке жеткен адамдар өздерін танысындай тыныштықта, тепе-теңдік, баланс орнатудан бастайды, және көбінің бірі оларға еліктейді. Бір жағынан еліктегенге жақсы, бірақ бостан бос еліктемей, нақты сол іс-әрекеттің қандай қорытындыға алып келетінін білген және неге олай істейтінін білген, мен ойымша жақсырақ. Араластыруға болады дегенде, бұл жерде бізде егер баланс болса, неменен араластырсан да бәрі жақсы болады дейді. Ол дегеніміз, мен ойымша, егер адамның ішінде бір баланс болса, жаңа айтқанымда іштегі тепе-теңдікке біз әсер ете аламыз. Өзіміздің өмірге деген көзқарасымызға әсер ете аламыз. Басқа біреудің өмірге деген көзқарасына біз ешқалай әсер ете алмаймыз, егер ол адам жай ғана өзі бізге қарап бой түземейтін болса деген сияқты. Сондықтан жаңа сіздің егер ішіңізде, мысалы менің ішімде тепе-теңдік болса, мен сол тепе-теңдікпен ортақ адамдардың хаосына ілесіп кетпеймін. Біреуде стресс болып жатса, немесе жаман бір көңіл-күй болып жатса, соған бірге ілесіп, менің де көңіл-күйім жамандап, нашарлап кетпейді. Өйткені мен өзім ішімде жақсы көңіл-күйді, жақсы бір балансты тепе-теңдікті ұстап тұрам. Мені біреу жаман жаққа тартса, мен тепе-теңдікті ұстап тұрам. Яғни мен ішкі тепе-теңдігім жақсы болған кезде, ішкі бір стержень, бір өзімнің ұстанымдарым мықты болған кезде, жан жақтағы сыртқы хаос және факторлер маған әсер ете алмайды. Және бұл үзіндіден, яғни қорытындыға келетін болса, ол дегеніміз ішкі тепе-теңдікті дамыту. Сыртқа біз ешқашан әсер ете алмаймыз. Жай ғана өзімізді дамыту, өзіміздің тепе-теңдікті бір баланс ұстау, таныммен тыныштықтан, барынша бір жайлылықтан бастау, ортақ бүкіл адамдардың хаосына беріліп кетпеу. Барлығының көңіл-күйі жаман болса, сіздің де көңіл-күйіңіз нашарлап кетпеу керек. Сіз өзіңіздің жақсы, жайлы көңіл-күйіңізді максималды түрде бір ұзағынан сақтап тұру керексіз. Әрине бұл қиын адам болғандықтан әркімде әртүрлі ситуация болады деген сияқты, және жағдайларға байланысты көңіл-күйіңіз нашар да болуы мүмкін. Ол тек қана көңіл-күйге байланысты емес. Дегенімен ішкі тепе-теңдікті орнату бір жағынан қиын, бір жағынан оңай. Тек қана соған біз әсер ете аламыз. Сондықтан тек қана өзімізді өзіміз қолға алып, өзімізді өзіміз алға бір жетелеп жүру керекпіз. Сіздермен болған жол бол Шалия. Көңіл бөлгендеріңіз үшін рахмет. Лайк басып, пікірлеріңізді қалдырыңыз. Бұл бағыт сіздерге ұнай ма, және өздеріңіздің бір қосар ойларыңыз болса, мен әрқашан оқуға ризамын. Сау болыңыздар.